Астанада 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны қыза түсті. Алау кешенінде қазақтың ұлттық спорты асық атудан, өзбектің белдесуі құраштан және саха-якутиялық спорт мас рестлинг, яғни таяқ тартыстан сайыстар өтіп жатыр. Көшпелі студиядан әріптесім Бақыт Тоқтаева қосылуға дайын тұр дәл қазір. Сонымен бірге әріптесім Аслан Қаженов те бізбен тікелей байланыста. Бақыт, Аслан, қайырлы күн. Жалпы Бақыт, дәл қазіргі алау кешеніндегі атмосфера қалай, бізбен бөлісіп қойсаңыз? Астана уақытымен 16 сағат 00 минутта қайда жүзісіз баламыз қайырлы күн қадірменді көрермен. 4 шаршы алаңға бөлінген алау кешеніндегі айқас тартысты өтіп жатыр. Бұл жақтағы бәсекенің бел ортасына келіп жеттік. Әсіресе қазақ спортшылары ортаға шыққан кездегі жанкүйерлер барынша қолдау көрсетіп қиқуға салады. Әрине мұндай қолдау ешқашан аздық етпейді. Енді асық атудан аралық нәтижеге тоқтала кетсем, ерлер мен әйелдер арасындағы сайыстардың алғашқы айналымы аяқталды. А тобында Қазақстан Монғолияны жеңіп 3 ұпай ұтты. Испания 2-1 есебімен Грекияға шығуға тырысса, Өзбекстан Венгрияны 2-1 есебімен ұтып кетті. Б тобында Қырғызстан Чехия 3-0, Тәжікстан Румыния 3-0, Ресей Түркия 2-1 есебімен алғашқы айналымда аяқтады. Екінші айналымда тартыстықтен қыза түспек, өйткені А тобында Қазақстан осы А тобындағы фаворит саналатын біздің құрама және Өзбекстанның спортшылары кездеседі. Ал Б тобында Қырғызстан мен Тәжікстан спортшылары асыға түсады. Кімнің асыға алшысынан түседі, оны түстен кейінгі уақытта білетін боламыз. Қыздар арасындағы 5 асықтан бәсеке туралы ақпарат бере кетсем, А тобында Қырғызстан 6 ұпай еншіледі, Швеция, Румыния командаларына шағын қаптырып кетті. Қазақстанда 3 ұпай, Румыния ұтты, Венгрияда 2 ұпай, Румыния 1 ұпай. Б тобында 5 асықтан Ресей мен Түркия командалары 3 ұпайдан еншіледі. Енді бұл жақтағы өзбек күресінен белдесу қыза түсті. 28 елден 100-ден аса спортшы қатысып жатыр деген ақпарды берген едік. Айта кетейік, бұған дейінгі белдесулерде Ұлбосын Әділова 87 келі салмақта Әзірбайжан палуанның жауырынын жерге тигізіп келесі айналымға өтті. Сондай-ақ Ерзат Арғынов Әзірбайжан палуаннан бәсі мықты болып келесі айналымға өтті. Марат Байғамбаров да қазақ балуандарының мықтылығын айқындап көрсетіп, келесі айналымда өнер көрсететін болып шықты. Бұл жерде әрине қазақ жанкүйерлерінің қуанышын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Енді мас рестлинг, яғни саха-якутия халықтарының таяқ тартысы, яғни ұлттық спорт. Қазір екеуі бір оқынаға шығады ғой, дұрыс қой. Аралық нәтижелер туралы. Аралық нәтижеге тоқтала кетсек, От Эрлинг Хойген, мас рестлингтен бас төреші, қазір бізге аралық нәтижені айтып беруге дайын тұр. Mr. Horgan, thank you so much for joining us. All right, my pleasure. What about mid results? Can you share with us? Well, we don't really have the results yet, but we have had a fantastic morning of preliminary matches. We have 103 athletes from 32 different countries, and it's divided in 5 weight divisions of men and 3 ladies divisions. Let me translate this information for our audience. Сонымен Хойген мырзаның айтуынша 32 елден 103 спортшы қатысып жатыр. Барлығы 5 айналым бойынша бақ сынасты. Сонымен әзірге қандай да бір нәтижені айту ерте, дегенмен аралық нәтиже бойынша ақпарат беруге дайынмын дейді. Please continue. Okay. Yeah, today we had this morning we have had the 3 latest men's division and the 2 latest women's division. And this afternoon we'll have the finals, and I'll tell you who is going to be in the finals. The tournaments are conducted in like a double elimination tournament, so if you lose twice, you're out. But the people that are still left in the afternoon, they will in for medals, bronze, silver or gold medal. Let me translate this too. Сонымен бұл мас рестлинг, яғни таяқ тартыста 5 ер азамат, 3 әйелден сайысқа түседі екен. Сонымен бұл жерде 2 рет қарсыласына есе жіберіп ұтылып қалған адам ойыннан шығып қалады. Ал түстен кейін кіл мықтылар ойындарын жалғастырады. Please. Yes. So in the finals in the women's lightest weight class, 55 kilo class, we have 1 match for 2 matches for bronze medals,
Mongolia versus Canada, and then Kazakhstan athlete versus Hungary. You can see the names there, maybe. And Сонымен аралық нәтиже бойынша 55 келі салмақ дәрежесінде қыздардың нәтижесі белгілі болыпты. Монголия мен Канада өнер көрсетті. Сонымен қатар Қазақстан мен Венгрия. Қожаме Бердиева Тахмина қола үшін бағын сынайтын болады. Ол міндетті түрде сағат 4-тен кейінгі жарыстарда белгілі болмақ. Міндетті түрде жанкүйер болайық. Please continue. Yes, and the final, the gold medal match is going to be between Russia and Kyrgyzstan, your two neighbors. Сонымен көршілес Ресей мен Монголия елдері, Ресей мен Қырғызстан елдері алтын үшін таласқа түсетін болады. Лейла Шагисултанова мен Эльза Абдықадырова есімді арулар таяқ тартыстан енді бәсекеге түспек. Do we have other results? Yes, in the 65 kilo weight class, we have also a Kazakh fighting for a bronze medal against Mongolia, and you have Iran against Uzbekistan. Thank you. Сонымен екінші қолаға үміткер Қазақстан спортшысы бар екен. Бірімжан Асыл Мұрат Монголиядан келген Церенжол Пуреншуримен тартысатын болады. Міндетті түрде оны ақпараттарды сенші жаңалықпен жүздесеміз деген ойдамын. Енді ақтықсынға And then the gold medal final is between Mexico and Kyrgyzstan. Мексика мен Қырғыз спортшылары 65 келі салмақ дәрежесінде таяқ тартысып, өзара мықтыны анықтайды. Жеңген адам алтынға ие болмақ. And in the 70 kilo class, we have bronze medal matches between Pakistan and Mongolia, and Iran and Uzbekistan. Сонымен осымен түйіндейік, 70 келі салмақ дәрежесінде ерлер мен Иран мен Өзбекстан, Пакистан мен Монголия өзара тартысып, қола жүлдеге ілігетін болады. Ал мен сіздермен осы жерден түйіндейін. Mr. Hogan, thank you so much for this information. Okay. We'll continue next time. Yes. And I'll hope we'll get better results. Yeah, tomorrow morning we will have the preliminaries in the heavier weight classes and the finals in the afternoon. So please come down to watch it. Thank you so much for the information. Бұл кісінің айтуынша, ертең ауыр салмақтағы спортшылар таяқ тартыстан өзара мықтыны анықтайтын болады. Сонымен студия мендегі бар ақпар осы. Міне залдың іші сілтідей тынды. Бұл дегеніміз барлық бәсекеден бастапқы сайыстар аяқталды деген сөз. Енді түстен кейін сағат 4-те барлық 3 спорт түрінен спортшылар өзара мықтыны анықтайды. Мендегі бар ақпар осы. Иә, қонағымыздың ойын ережелерін жіктеп, жиліктеп түсіндіріп айтып бергеніне рахмет. Сонымен бірге әріптесім Бақыт Тоқтаеваға рахмет.